Біз кивиді жеміс деп атаймыз. Негізінен бұл азық жеміс емес, жидектер қатарына жатады екен. Оны жаңа зеландықтар ақшқа тасымалдауды бастағанда, оның бастапқы қытайлық қарлыған деген атауын өзгертіп, кивифрут деп атады. Бастапқы атауын өзгерді себебі сол кездегі салқын Қытай соғысы мен жидектерге деген қымбат ақы. Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздермен Дәтке Шипа арнасы сіздердің көмектеріңіз болып тұр. Мен өзіме осы айдың соңына дейін 1000 подписчикке жеткізуге мақсат қойып едім. Сол мақсатыма жету үшін біздің каналда 87% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сол видеоны көріп отырсаңыз, біздің еңбегімізді бағалап, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау түймесін бастай кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмаған шыған әрекетіңіз бізді қуантады. Алдын ала рахмет. Бір қызығы, кивиді қабығымен жеп көргендер бар ма? Негізінде кивиді қабығымен жеуге болады екен. Әсіресе испандық селекционерлер шығарған кивиньо сортын. Кивиньоның қабығы өте жұмсақ келеді. Кивидің қабығының құрамында антиоксиданттар мол. Ол асқазандағы зиянды бактериялардың көбеймеуін қадағалап, зарарсыздандыратын қасиеті бар. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпағаныңыз жөн. Сонымен қатар киви қабығы аса сезімтал тілді ауыртып, уылдатып жіберуі де мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ, көмей дерматозы, тілдің ісуі туындауы мүмкін. Сонымен қатар аллергиялық әсер беруі де ықтимал. Кивидің емдік қасиеттері. Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шашының ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу жеткілікті. Сонымен ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетін нығайтып, ағзаны жасартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитрат, нитриттардың енбеуінде қадағалайды. Сонымен қатар кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан бар. Сонымен бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін де кивиді пайдаланып маскалар жасауға болады. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бір қызығы, бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған екен. Витаминдер қоймасы. Орта пішінде 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасы 230%-ға өтейді. Мұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменінің бірегей майсыз формасы бар. Кивидің құрамында серотонин көп. Киви жемісіне серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, табиғи қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Кивидің құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар, ал бұл жүйке мен бұлшық еттердің жұмыс істеу үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай, онда калий мөлшері баданға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Остеопороз бен жүрек қан тамырлары ауруларын алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста бір киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен кивиді тұтынғанда жаңа мәселелер болмайды және ол әлдеқайда пайдалы жеміс. Киви тыныс алу үшін өте пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылтаудан, жөтелден және демігуден арылтады. Сонымен көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетін айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Кивидің құрамында зеаксантин бар.
ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Ендеше, киви туралы көбісі біле бермейтін деректерге сүйенсек, киви жемісінің құрамындағы флавоноидтар мен каротиноидтердің онкоцитогендік әсері бар екені дәлелденді. Олар ДНК-ны тотықтанудан қорғайды және рак клеткаларын пайда болуына жол бермейді. Оның құрамында калория аз және май жоқ, дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдардың аргинины импотенцияны емдеу мен алдын алуға қолданылады. Ендігінде кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуде әкелуі мүмкін. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тіл мен шырышты қабаты сынып, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болуы ықтимал. Видео ұнаған болса, лайк басып, қоңырау түймесін баса кетуіңізді сұраймын. Каналымда бұдан да қызықты ақпараттар болуына сенімдімін. Сондықтан мені жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, пайдалы қызықты видеоларымды тамашалаңыз. Келесі видеоларымда көріскенше. Рахмет, ауырмаңыздар.